Мен атам Жұмабай Ташметовтің немере ұрпағымын. Мен атамның соғыста жасаған ерліктерін мақтан тұтамын. Менің атам соғыста бір аяғынан айырылған. Атамның шайын дайындауға көмектесемін. Ішетін дәрі-дәрмектерін әкелу, керекті заттарын алып беру сияқты ұсақ-түйектер менің мойнымда. Мен атама көмектескеніме қуаныштымын. Өйткені атам біз үшін майданда қан кешкен, аяғынан айырылған. Енді атам үшін біз де қызмет жасауға міндеттіміз деп ойлаймын. Ұлы Отан соғысының ардагері Жұмабай Ташметов 1922 жылы Өзбекстан Республикасы Ташкент облысы бұрынғы Орджоникидзе ауданына қараған Гүлстан ауылдық кеңесінде шаруа отбасында дүниеге келген. Орталау мектепті Қышкөпір ауылында тәмамдайды. Өзі тұратын ауданның әскери комиссариатынан 1941 жылы тамыз айында Қызыл армия қатарына шақырылған. Гитлершіл Германияның қарақұрым қаптаған басқыншыларына қарсы айрықша армияның артиллерия полкі құрамында байланысшы болып ұрысқа кіреді. Сталинград түбіндегі атышулы шайқастарда ерлікпен соғысып, ауыр жарақаттануына байланысты 1943 жылы мамыр айында соғыс мүгедегі ретінде тылға қайтарылады. Соғыстан кейін бұрынғы Красный Восток ұжымшарының байланыс бөлімшесінде ұзақ жыл байланысшы болып еңбек етіп құрметті демалысқа шыққан. Бірінші дәрежелі отан соғысы ерлігі үшін, Германияны жеңгені үшін тағы басқа жаугерлік және де мерекелік наградалардың иегері. Қазір 98-ді алқымдаған Жұмабай атамыз Жібек жолы әкімшілігіне қарасты Дихан Баба ауылында тұрады. 6 ұл қызды өсіріп, олардан 30 немере, 100-ге жуық шөбере, 10 шақты шөпшек сүйіп, ұл қыздың немере шөберенің рахатына баланып отыр. Жеңіс туы желбіреген кездерде, қуаныштың жасы үйілген көздерге, отан үшін отқа түскен аташым, батырлығың сенің мұра біздерге. Ұлы жеңіс тарихтарда жырланған, тербірене еске алса әр адам. 75 жылдық мерейтойы жеңістің құтты болсын бейбіт заман сыйлаған.